Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен, біз каналға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды алғашқылардың қатарынан бірінші болып білдіңіз келсе, арнамызға жазылып, лайк түймесін баса кеттіңіз. СқО-да жантүршігерлік жол апаты салдарынан 2 адам көз жұмды. Жол апатына жолдардың дұрыс тазаланбауы себеп болған. СқО Новониколское елді мекенінің маңында 2 жеңіл көлік соқтығысып, 2 адам көз жұмды деп хабарлайды Айқын.кз. Жол апатының бейне жазбасы әлеуметтік желіде тарады. Куәгерлердің сөзінше, көлік апатына жолдардың дұрыс тазаланбауы себеп болған. Мұз ойықтардың кесірінен көлікті ұшырып жіберген. СқО ПД баспасөз қызметінің мәліметінше, жол көлік оқиғасы 23 қаңтар күні шамамен сағат 16:00-де Қызылжар ауданының Жезқазған Петропавл республикалық маңызы бар автожолында болған. Пeugeot және Toyota Camry автокөліктері соқтығысып қалған. Салдарынан жеңіл көліктердің 2 жолаушысы оқиға орнында алған дене жарақаттарынан қайтыс болды. 4 адам медициналық мекемелерге жеткізілді. Аталған факт 2 немесе одан да көп адамның өліміне әкеліп соққан. Көлік құралдарын басқаратын адамдардың жол жүрісі немесе көлік құралдарын пайдалану қағидаларын бұзуы бойынша сотқа дейінгі тергеу-тексерулердің бірыңғай тізілімінде тіркелді. Автокөліктер мамандандырылған тұраққа қойылды. Толығырақ төмендегі сайтымыздан көре аласыздар. Егер де біздің видео ұнаса, подписаться және бір ғана лайк түймесін басып өтулеріңізді сұраймыз.